Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз математика пәнінен 784 есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде ондық бөлшектерді разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуымыз керек. Ендеше жазып көрейік. Біріншісі 12 бүтін 100-ден 75. 100-ден 1275 деп жазамыз. Мен тек разрядты қосылғыштарға жіктеп жазып қойдым. Бұл жерде 100-ден 1000 қосылған 100-ден 200. Қосылған 100-ден 70, қосылған 100-ден 5. Келесі 1 бүтін 1618. 1000-нан 1618 тең 1000-нан 1000 қосылған 1000-нан 600 қосылған 1000-нан 10 қосылған 1000-нан 8. Үшіншісі 0 бүтін 1000-нан 412 тең 1000-нан 400 қосылған 1000-нан 10 қосылған 1000-нан 2. Төртіншісі 25 бүтін 1000-нан 803 1000-нан 25803 1000-нан 20 000-ға 1000-нан 5000-ді қосамыз, сосын 1000-нан 800 қосылған 1000-нан 3. Бізде үшіншісінде 0 саналмайды. Егер тек бүтін бөлігінде 1, 2, 3, 4, 5 сондай сандар тұрса саналады. Мына жерде 0 саналмайды. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.